Тізедегі ауырсынуға арналған өнімдерді білесіз бе? Бәріне сәлем. Видео басталмай тұрып, осы видеоға лайк басып, комментарийларыңызды қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Тізедегі ауырсыну әртүрлі себептермен пайда болады және өмір сапасын едәуір нашарлатуы мүмкін. Ол үшін арнайы тағамдарды қосу қажет. Дұрыс жаттығулар мен диета тізедегі ауырсынуды жоюға көмектеседі. Тізе ауруы кезінде пайдалы тағамдар жүзім қабынуды және буындардағы ауырсынуды азайтады. Цитрус жемістері қабыну мен буындардағы ауырсынудың алдын алады. Шие шырыны қабынуды азайтады. Көк шай буындардың зақымдануын бәсеңдетеді, ауырсынуды басады. Зімбір бұл ұзақ уақытқа созылатын ауырсынуларды басатын және зақымдануға қарсы құрал болып табылады. Қыша дәнегі мен майы қан тамырларын тазартады және зақымдалған буындарды қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады. Шпинат қабыну мен ауырсынуды азайтады. Балық майы қабынумен күреседі, буындардағы ауырсынуды азайтады. Ананас ісінумен ауырсынуды азайтады. Куркуманың да қабынуға қарсы әсері бар. Брокколи буындардағы ауырсынуды басады және ревматоидты артрит белгілерін азайтуға көмектеседі. Сарымсақ күшті қабынуға қарсы қасиеттері бар. Жаңғақтар ревматоидты артрит кезінде ауырсынуды азайтады. Сүт өнімдері остеоартрозды және остеопорозды жеңілдетуге көмектеседі. Тізедегі ауырсынуға көмектесетін өнімдер бұл ауруды емдеудің ажырамас бөлігі болып табылады. Құрметті көрермендер, видео соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Тізеңіз ауырса, қандай ем қолданасыз? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.